Баршаңызға сәлем. Сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз үйге арналған аякейіміздің екінші сабағын бастаймыз. Осы жерден 3 көз санаймыз. Үшінші көзден ілмегімізді іліп аламыз. Ілмекке жібімізді іліп, өткізіп, осы жердегі жіпті дәлдеп өлшеп аламыз. Қатты тартып тастамаңыздар. Осылай жібімізді іліп алып, әрбір көзден 2-ден тоқып аламыз. 1, 2, бір көзге 2 рет тоқимыз. 1, 2. Мінекей, осы жерде біздің узорымыз шыға бастайды. Осы жерде 2 қатар тастап, сол жерден 2 рет, бір жерден 2 рет тоқып аламыз. Осылай екінші қатарымызды осылай тоқып аяқтағаннан кейін бізде қандай өрнек шығатынын өздеріңіз көресіздер. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей аяқ жағына жеттік. Осы жерде 3 көз санап, 3-ші көзден ілмегімізді өткізіп, жібімізді іліп алып, шығарып, осылай түйіп аламыз. Осылай не жіптен, не болмаса табаннан осылай өткізіп, жібімізді жақсылап түйеміз. Мінекей, бізде осындай әдемі өрнектер шығып жатыр. Осылай жоғарғатай тоқимыз. Мінекей, біз біразын тоқыдық. Енді келесі қатарларымызды тоқимыз. Бұл жерде біз 9 қатар тоқып алдық. Енді 10-шы қатарымызды тоқимыз. Әр тоқыған кезде 3 көзден санап, 3-ші көзден іліп алып, тоқимыз. Мінекей, біз аяқ жағына атай жеттік. 10-шы қатарымызды тоқиық деп жатырмыз. Осылай ілмегімізбен жібімізді іліп алып, мына жібімізді өлшеп, қатты тартпай, бос қылмай, осылай өлшеп, дәлдеп аламыз. Осы жерде осындай жіпке мұқият болыңыздар. Қатты тартып тастасаңыздар, аяқ киімдеріңіз өздеріңіз тігіп жатқан, тоқып жатқан размерге келмей қалады. Осылай жібімізді ілмекке іліп алып, соңғы қатарымызды тоқимыз. Басында қалай бастадыңыздар, сол әдіспен аяғына дейін тоқимыз.
Ең бастысы, басында бастаған кезде қателеспей, мұқият қарасаңыздар, аяқ жағына дейін тоқу сіздерге ешқандай қиындық тудыртпайды. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, аяқ жағына жеттік. Осылай соңғы көзімізден іліп алып, осы жерден бекітеміз. Мінекей, осылай бекітіп аламыз. Енді осылай бекітіп алғаннан кейін аяқтап жібімізді түйіп бекітіп аяқтасақ болады. Бірақ енді ең бастысы, бұл жерде алдыңғы жағы созылып кетпеу керек. Сол үшін тағы бір қатар тоқып шығамыз. Ол қатарымызды қазір сіздерге көрсетемін, қалай тоқу керек екенін. Осылай ілмегімізге жібімізді іліп аламыз. Жібімізді іліп алғаннан кейін ортасында қалған жібімізді осылай өлшеп аламыз. Бұл жерде бағанағы айтқанымдай қатты тартып тастамаңыздар. Осылай бостау жасасаңыздар болады. Қатты бос болып кетпесін. Осылай жібімізді ілмекпен іліп алып, мінекей, осы жерден іліп алып тоқимыз. Осылай бір қатар тоқып шығамыз. Бұл жерде мен өздеріңіз мұқият қарасаңыздар, әрбір көзден алып тоқып отырмын. Осылай бекітіп тоқып шығасыздар. Осылай тоқып шықсаңыздар, аяқ киімдеріңіз бір қалыпты өте әдемі болып көрінеді, және де созылып кетпейді. Осылай
бір қатар тоқып шығамыз. Бұл жерде сіздер осылай бір қатар тоқып алғаннан кейін тағы бір қатар тоқысаңыздар болады. Ол қатарды өздеріңіз қалағандай ирек қылып немесе өздеріңіз қалай тоқи аласыздар, қалай тоқығыларыңыз келіп тұр, солай басқа түрде тоқып алсаңыздар болады. Бұл біздегі ең қарапайым түрі, және де көп сабақтарда айта бермейді осылай бекітіп тоқу керек екенін. Өзім сабақ оқыған кезде бұндай осылай бекітіп, міндетті түрде осылай бекітіп тоқыңыздар деп бұл жерде айтылмаған. Мен басында аяқтадық қой бағана, солай аяқтап, сол әдіспен аяқтап, мүлде былай бекітпей сатып жүрдім. Және де өзім кидім, алдық, қатты созылып кетті. Созылған кезде де қатты созылды. Содан кейін мен өзім осылай бекіткен дұрыс деп шешіп, осылай тоқыдым. Осы әдісті қолданғаннан кейін менің үй аяқ киімдерім, клиенттерім жібереді ғой маған, міне сіздікі киіп жүргенімізге 1 ай болды, 1 жыл болды деп. Сол кездегі көрген кезде өз-өзіме риза боламын. Сол үшін міндетті түрде ең соңғы жағына келген кезде осылай бекітіп тоқыңыздар. Сол кезде ұялмай сатасыздар, және де клиенттеріңіз киіп жүрген аяқ киімдерін, сіз тоқып берген аяқ киімді көрген кезде өздеріңіз риза боласыздар, өздеріңіздің қол өнерлеріңізге. Мінекей, соңғы жеріне келдік. Енді осы жерде соңғысын алып, осылай іліп аламыз ілмегімізбен, және де табанымыздың қызыл жібінен өткізіп бекітіп аламыз. Осылай іліп алып, жібімізді түйіп аламыз. Мінекей, осы жерді аяқтағаннан кейін артығын қайшымен қиып тастаймыз. Мінекей, осылай қиып тастаймыз, жібімізді тартамыз да түйіп аламыз. Бұл жерде жіпті ары-бері өткізіп бекітеміз де ішкі жағынан түйіп тастаймыз. Мінекей, бізде осындай әдемі үйге арналған аяқ киіміміз дайын болды. Енді алдын әдемілеп тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, өте әдемі аяқ киім шықты. Бұны сыртқа да, үйдің ішіне де кие берсеңіздер болады. Енді қыздар, осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығамыз. Осы жерде алды жағын тағы бір қатар қылып тоқып шығ
Негізі осылай қалдыра берсеңіздер болады, бірақ қазір сіздерге тоқып көрсетейін, қандай әдемі болатынын. Мінекей қыздар, мынау тоқылғаны, мына жер тоқылмағаны. Қайсы әдемі? Негізі тоқылғаны өте әдемі. Сол себепті алдын тоқып шығамыз. Мына аяқ киім қалай тоқылып тұр, қасындағын дәл солай тоқимыз. Ал енді осы жерден ілмегімізді іліп алдық, жібімізді өткізіп алдық, артық жібімізді осылай бірге іліп алып тоқып отырамыз. Мінекей жібімізді іліп алдық, осылай қасында өзі көрініп көздері тұр. Солардан іліп алып, осылай бір қатар тоқып шығамыз. Осы жерде мінекей жібімізді осылай астынан қалдырып тоқып отырамыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Осылай бас жағын тоқып алсаңыздар, өте әдемі көрінеді, және қай жерден бастағанын, қай жерден тоқып басталғаны білінбей қалады. Өте әдемі көрінеді. Және де тағы айтар кетерім, егер де бас жағы тым үлкен болып жатса, мысалы өздеріңізге немесе сатып жатқан клиенттеріңізге уже сіздер тоқып қойдыңыздар. Сол кезде осылай тура осы әдіспен бас жағын қысқартсаңыздар болады. Мысалы біз әрбір көзден іліп тоқып жатырмыз ғой. Ал сіздер осы жерде екінші ілмекті емес, бірінші ілмекті қолданасыздар, және тығыз тартып тоқысаңыздар, алдыңғы жағы қысқарады. Мінекей осы жерден осылай бекітіп аламыз. Осылай бекітіп аламыз. Артық жібімізді осылай қайшымен қиып тастаймыз. Және осына әрбір жерден өткізіп түйіп тастаймыз. Мінекей қыздар, осындай үйге киетін өте әдемі аяқ киіміміз тоқылып шықты. Алды жағында әдемілеп бекіттік, тоқыдық. Ең соңғы жағында әдемілеп тоқып бекітіп алдық. Мінекей қыздар, өздеріңізге осындай аяқ киім, немесе аналарыңызға, әпкелеріңізге осындай аяқ киім тоқып берсеңіздер болады. Немесе осылай тоқып табыс тапсаңыздар болады. Егер сіздерге
Менің сабағым ұнаса, сиқырлы ілмектер арнамызға тіркеліп, лайк басып, жазылып кетіңіздер. Арнамызда көптеген тегін сабақтар шығады. Келесі сабағымызда кездескенше.